Жіберіңдер. Есінде болсын құртқа. Мен бұл шаңыраққа келген күн емеспін. Мен көбіктенің қызы Қарлыға ханша. Мен бәйбіше, сен тоқал болсын. Осы сөзім сөз. Жайықтың бойы қамысты. Шақырдым мен де намысты. Қобланды бұлар тек мендік. Сен өзі кімсің? Қобландыға нен бересіңдер? Мен Қобландыны жаудан арашалап алдым. Оның өмірін сақтап қалдым. Мені бәйбіше еткені соған деген ризашылығы. Тоқтат, арашалап алдым деймісің? Сенбесең тыңда. Айтайын. Менің атым келеді. Ман басып келеді. Байлауда жатқан батырды екі көзім көреді. Атым әйел демесең, шаһардың мынау бедегін, жерде жатқан екеуін қос бұдақтай қолтықтап көтеріп алып жөнелдім. Мінген атың келеді. Ман басып келеді. Бірі тайған батырды көтеріп келдің сен деймін. Иманы барда бойында көтер алмас ел деймін. Иман неден тайыпты? Неден боп тайыпты? Бұл жорықта батыр ел үшін, дін үшін емес, бірге сыйынбай олжа үшін атты. Қара басқан жері де осы. Сені де сол шайтан азғырумен алып келіп отыр. Қасиетті қара шаңырағыма кіргізбеймін. Келген ізімен кері қайт. Менің әкем көбіктен. Жат жұрттан келген Қобланды ма? Әлде әкем маған кім жақын? Сөйткен өз әкемді өлтірді. Содан кейін майданда туған ағам бір шымбайдың алапатына қарсы келе алмай бас салбыратып тұрмап беді. Сөйткен жан серігім жалғызымды өлтірді. Кім үшін? Тағы да бір Қобланды үшін. Сен бұнымды бағаламадың, қадірімді білмедің. Қобландың жерге аман есен оралғаны тек менің арқам. Сен өз қолымен туған әкеңді өлтірді. Саған кім жақты? Әкең бе? Әлде жат жұрттан келген Қобланды ма? Сен туған аған бір шымбайды өлтірді. Саған кім жақты? Туған аған ба? Әлде Қобланды ма? Туғандарыңды аямаған мына сен басқаға не опай бермейсің? Саған ешбір сенімде, кешірімде жоқ. Менің тағыма көз алатқандардың жайы осы болмақ. Алып кетіңдер.